Атышулы Марико Қосылайықты шулатты, сүйінші көрермен. Көптен күткен Қосылайық жобасының жаңа 6-шы маусымы басталды, құрметті көрермендер. 6-шы маусым тосын жайттарға толы болды. Бірінші эфирде ешкім күтпеген жайт орын алды. Жаңа қатысушы ретінде атышулы танымал Марико қызымыз кіріп келді. Еске салайық, Марико бір болайық жобасының сонау Анна ханымның тас ғасырынан келе жатқан атышулы танымал қатысушысы. Сонымен қатар Марико Бутябай мырзаның ең жақын досы. Желі қолданушылары жарыса жазды. Марико өте пайдакүнем, қыдырғанды жаны сүйетін, сыйлықтар алып, ресторанға апартып, содан кейін сезім жоқ деп лақтыратын қыз екені айдан анық көрініп тұр ғой. Ана сезонда отырғанда да осылай жасаған. Үндемегеннен үйдей бәле шығады демекші. Алдыңғы сезонда Алтай осы дәл Мариконы айтып жылатып кеткен еді. Тек мінезі жақсы, бет жыртысы бұрыса бермейді, но ми жоқ, ақыл жоқ, білім жоқ. Марикош, Мариям, бақытты бол, сен әлі жассың, жолың ақ болсын, жолың ашық болсын. Мариям, Болаттың бұрынғысы, алдыңғы маусымның алғашқы кездері әдемі еді, қазір көзіне кірпік жабыстырып, аузын үргізіп түрі деген. Енді мультфильмнің жағымсыз кейіпкеріне ұқсап қалыпты, деді көрермендер. Сонымен қатар қолдаушы апалар жарыса жазды. Диана ханымды күткенбіз, негізі. Қосылайық тек қана Диана ханыммен ассоциируется. Әлі де үміттемін, эфир барысында Диана жарқ етіп кіріп келеді деп жаңа маусым тізгінін әрғай. Сіздер Диана ханымға табыстайды деген ойдамын. До конца Диана кіріп қалады деп күтіп отырдым, деді Инстаграмдағы көрермен қауым. Жаңа маусымға сәттілік. Жұптар көп болсын. Әрине той күтеміз.